Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз, келсе арнамызға жазылып лайк басын ұнатпаңыз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы төлемдері қалай және қашан өсетінін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында зейнетақы жүйесінің тізімділігін арттыру бойынша жаңа шаралар кешені ұсынылған. Әлеуметтік кодекс жобасы аясында ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін базалық зейнетақының мөлшері мен шекті кірістің ұлғаюы қамтамасыз етеді. Бұған дейін қабылданған шешімдерден бірге бұл 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақыны орта есеппен 27%-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Ынтымақты зейнетақы жүйесі біртіндеп қысқаратыны белгілі, өткен олар тағайындау кезінде 1998 жылға 1 қаңтарға дейін, яғни жинақтаушы жүйесі енгізілгенге дейін еңбек өтілі ескеріледі. Еңбек министрлігі мәліметінше, зейнетақы жүйесінің тізімділігін арттыру және азаматтарды есіз зейнетақымен қамтамасыз ету мақсатында мынандай шаралар енгізу жоспарланған. Бірінші, 2023-2027 жылдар аралығындағы кезеңде ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін кезең-кезеңмен ең төмен күнкөріс деңгейінің 54-тен 70%-на дейін, ең жоғары мөлшерін 100-ден 120%-ға дейін жеткізу көзделіп отыр. Екінші, 2023 жылы 1 қаңтардан бастап зейнетке шығатын азаматтар үшін ынтымақты зейнетақыларды есептеу үшін пайдаланылатын ең жоғарғы табысын 46-дан 55 айлық есептік көрсеткішке дейін арттыру көзделеді делінген хабарда. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау, сәлеметте болыңыздар.